Армысыздар тыңдарман, бүгін Маулана Жалалалдин Руми туралы айтатын боламыз. Және оның ең керемет деген сөздеріне тоқталатын боламыз. Жалпы толық аты жөні Мұхаммед ибн Хусейн әл-Белхи, лақап-аттары Жалалалдин Маулана. Маулана деген ат ол кісіге жас күнінде медреседе ұстаз болып жүрген кездерінде тағылады. Кейіннен бұл атауда жалпы жұрт тарапынан құрмет ретінде қолданылып, өз есіміндей болып кетеді. Әкесінің аты Бахауаддин Уалад. Анасы Белх қаласының әмірі Рукнуддиннің қызы Мүміна Хатун болған. Маулана Мұхаммед Жалалалдин Руми боп аталуы кішкене күнінен тұрып келген Анадолы аймағына тікелей байланысты. Ол замандарда Анадолы аймағы шығыс Рим империясының жері еді. Дәлірек айтқанда, Византияның шекарасында жатқан аймақтығын. Сол себепті ол аймақты кезінде мұсылмандар Рум елі деген ұғымда Дияру Рум деп атайтын болған. Осыдан келіп, Маулананың есіміне өмір кешкен жеріне қарай румдық деген мағынаны білдіретін Руми тіркесі тіркесіліп айтылатын болды. Демек, Маулана Жалалалдин Румидің Руми болып аталуының басты себебі өмір кешкен жеріне орай екен. Оның Рум ұлтына немесе Рим ұлтына еш қатысы жоқ. Әзіреті Маулана өмір сүрген ғасырларда Анадолы аймағын жұрт Рум елі, Рум жері дейтіндіктен оған румдық, яғни Рим империясының жері саналатын Анадолыдан шыққан деген ұғымда Руми тіркесі қосылып айтылды. Әзіреті Маулана Румиден бірер нақыл сөз естейік. Ендеше тыңдап көрелік. Сен есіңді жиып, бүкіл өміріңді бүгінгі күнің деп есепте. Сосын өзіңе өзің қарап көрші. Осы күніңді қандай құмарлықтардың артында жүріп өткізіп жатқан екенсің. Көзіңді ашып, бастан аяқ Алланың кәләмі, сөзі болған Құран кәрімге үңіліп қарашы. Құранның бүкіл аяттары әдептілік тәлімін жүргізеді. Әдептілікті үйретеді. Ақылымнан иман деген не деп сұрадым. Сонда ақылым жүрегімнің құлағына иман әдептіліктен тұрады деп сыбырлады. Тәнді шегінен тыс асырап, өсіруді көздеме, өйткені соңында ол топыраққа баратын құрбандық. Ал енді сен көңіліңді жетілдіріп бақ. Ұлық орындарға баратын, сондай-ақ абыройға бөленетін де көңіл. Раушан гүлі тікенмен тату болғандықтан керемет хош иісті болды. Бұл шындықты Раушан гүлінің өзінен де тыңдап көр. Қара, ол не айтады екен? Тікенмен бірге болғаныма не үшін қайғырып, неге мұңға батайын? Мен жаман қылықты тікенмен бірге тұруға төзгенімнен жайдары болдым. Оның арқасында әлемді әсемдікке бөлеп, жұпар иіс шашу мүмкіндігіне қол жеткіздім. Жүрекке ілтипатты бол, жан ауыртатын тікен болма, дедім. Ашкөздің көздері еш тоймайды. Бақалшақ қанағатшыл болмағанда іші үнжуге толмайтын еді. Алланың нұрын қаласаң Алладан ал, қаласаң кәміл адам әулиеден ал. Ғашықтық шәрбәтін қаласаң үлкен қыш құмырадан іш, қаласаң торсықтан іш. Кілемді сабаулаушының мақсаты ұру емес, шаңын қағып тазалау. Тура сол сияқты басқа түскен қиындық арқылы да Алла тағала бойға біткен шаң тозаңды қағып тазалайды. Ендеше неге сонша қайғыланасың? Негізгі болмысың ойдан тұрады. Қалғаны ет пен сүйек. Гүл ойласаң гүлстансың, тікен ойласаң тікендісің. Шырақ болу оңай емес. Жарық шашу үшін әуелі жану керек. Кісінің өнерлі және білімді болғаны жақсы, бірақ
ібілістен ғибрат алып оған қатты сеніп кетпе, себебі ібілісте білімді болатын. Ол адамның топырақтан жаралғанына, яғни сырт көрінісіне қарап, оның ақиқи жөнін көре алмады. Ей ғапыл адам, тәкаппарлықтан, менмендіктен арылып, қажетсіз нәрселерді доғар. Сонда барып саған Тәңірдің рахымы жауады. Надандардың қасында кітап секілді үнсіз бол. Кім құрмет көрсететін болса, құрмет көреді. Шекер берген халва жейді. Егін еккеннің қамбасы күзге дейін бос тұрады, бірақ оның пайдасын егін жинайтын кезде көреді. Ал бидай егілмей, тиісті орнына жұмсалмай қамбада ала жастай сақтап тұрса, құртқа, тышқанға жем болады. Босқа рәсуа болып кетеді. Мал дүниенің де, білімнің де зекетін беріп тұрмаса болмайды. Мәулана Румидің 7 өсиеті. Жомарттықпен көмек жасауда аққан су сияқты бол. Мейіріммен қайырымдылық танытуда күн сияқты бол. Өзгелердің қателіктерін жасырауда түн сияқты бол. Ашумен ыза қысқанда өлі сияқты бол. Кішіпейділік танытуда топырақ сияқты бол. Шыдамдылық танытуда теңіз сияқты бол. Кім болсаң да о бол, не болғаныңдай көрін, не көрінгеніңдей бол. Мәулана Әр-Румиден 5 кеңес. Білгеніңді жеткіз, бірақ ақыл айтуға талпынба. Айтылған нәрселерге құлақ сал, бірақ бәрін дұрыс екен деме. Ұмытпа, үнсіздік надандықтың, көп сөзділік білімділіктің нышаны емес. Бір кісіні төмен санау ақымақтық, өте жоғары санауда кейде қорқақтық. Батылдық ақылдылықтан туса батырлық, ал ақымақтықтан туса надандық.